Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кез келген етті өте жұмсақ қылатын мариновканың рецептісімен бөлісетін боламын. Өзім күнделікті тамақ жасағанда қолданамын. Кез келген етті жақсылап жуып аласыздар. Қандай тамақ жасағалы жатсыздар, соған байланысты еттеріңізді турап алыңыздар. Одан кейін крахмал қосамыз, тұз қосамыз. Мен міндетті түрде осы видеоның астына құрамын толық жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді осыған соя соусын құятын боламыз. Өздеріңіз білесіздер ма, кез келген асханаға барып тағамға тапсырыс берсеңіздер тез дайын болады. Сол кезде ойлайсыздар ма, еті қалай пісті тез деп. Осы мариновкаға байланысты. Алдын ала мариновка жасап қояды, соған байланысты ет жұмсарады. Сол үшін тез дайын болады. Әрі дәмді, жұмсақ шығады. Үй жағдайында да қолдансаңыздар болады. Қиын емес, қол жетімді заттардан жасайсыздар. Үйде бар заттар ғой. Енді осыған бір жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасымен болсын. Егер де тоңазытқышта болса, алдын ала шығарып қойыңыздар. Жылы болғаны жақсы. Сонда сіздің етіңіз жұмсақ болуына тікелей байланысты болады. Енді үйіңізде кез келген сұйық май бола береді. Сұйық майды қосасыздар жұмыртқадан кейін, одан кейін бетін жауып 30 минутқа қойып қоясыздар. Одан кейін кез келген тамағыңызды дайындай берсеңіздер болады. Мен осы рецепті күнделікті тамақта қолданамын, себебі тез әрі жұмсақ піседі. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.